телеканалында кеше айтқан күннің эссас әдеселеріне хаберлер информацион қызметі екінші кеселям алейкум сайқылы серджілер. Студияда мен Фадиме Сейтмаму чалшам. Ве бүгін біздің мұхберлеріміз бойлы әдеселер ақында тариф әте. Янгын нәтижесінде эпсіз қалған Асановлар айлесіне ярдым көстерілежек ме? Ватандашымыз Эльмира Халилова ағыр хаста 10 мадди ярдымға мұқтаж. Мерхаметлік акциясы ярдым қолыны ұзатмаға девам әте. Қыш күнлері суықлану хасталығындан зарарланмамақ үшін не yapмақ керек? Бұл ведігер суалерге жевапны біздің яйынымызда тапа білесіңіз. Америка Қошма Штатлар президенттің Дональд Трамптың инаугурация мерасимінде Москваны Америка Қошма Штатларының елшісі Сергей Кисляк тақдим етежек. Эвелі Русия президенттің матбуат катибы Дмитрий Песков білдірді ки, Владимир Путиннің ве Трамптың корышывы сайланған президенттің ішке янашуындан сон ола біле. Америка Қошма Штатларының 45-ші президенттің инаугурация мерасимы январның 20-сінде олып кечежек. Қайдеттелгеніне көре Дональд Трамп сеслендірежек нутқыны шақси озы язмаға планлаштыра. Бүгін Ахмеджит район мемуриетінің баш муавины Руслан Якубов мамақ койының сакинлері Асановлар айлесінен көрішті. Хатырлатамыз Нариман Велинураның яш қорантасы екі күчік баланен эфсіз қалды. Декабрь 29 күні оларының евлерінде янгын юз берді. Нетижеде оларының әр шейлері атта бұттун весіқалары янды. Көрішов девамында Руслан Якубов білдірді ки, қазаға оғрағанлар үшін первасыз қалмаған инсанлар топланған параға вақытынша яшамаға бір вагон сатын алынды. Девлет милетлер комитеті Ахмеджит район мемориеті ile бераберлікте Асановлар үшін яны эв құрылмасына құруджу мальтемелер сатын алынуыны Венезарет етелмесіні бойнына алды. На сегодняшний день уже мы провели ряд встреч для того, чтобы системно начать решать все те проблемы, с которыми столкнулась данная семья. Это прежде всего жилищные вопросы. Мы уже уточнили размеры дома, уточнили количество необходимых стройматериалов, сроки выполнения строительных работ. И буквально уже с завтрашнего дня на участок будет завозиться все необходимые стройматериалы. Асановларның екі күчік баласы үшін Ахмеджит район мемориеті шифаханеге йоланмалар сатын алды. Анда олар енді ярын йол алacaklar. Дети пережили определенный стресс. Совместно с руководством районной клинической больницы было принято решение. Завтра выделены 2 путевки. Завтра дети поедут в санаторий для того, чтобы пройти курс оздоровления. Также детям оказал содействие и этой семье директор Каменской школы. Полностью взяли они на себя приобретение утраченных в ходе пожара учебников и учебных материалов, для того, чтобы дети потом после санатория уже могли полноценно начать учебный процесс. Асановларның evinde янгын юз бергенде эпсы весихалар янды. Энде Ахмеджит район мемориеті бүтін весихаларны янылаштырмаға ярдым этежек. Бу чума эртесі күнü яны evнің құручылық ішлері башланacak. Весь перечень строительных материалов будет предоставляться нашим, скажем так, социально активным бизнесом. Им огромная за это благодарность. Мы будем там координировать все эти действия, но сроки восстановления жилья это будут максимально короткие и будут зависеть уже от темпов самих проведения строительных работ. Хочу обратиться и к нашим жителям. Мы запланировали, что до пятницы мы завезем все стройматериалы на участок, и первой такой коллективной работы начнем уже с этой субботы. Асановлар айлесінің башы Нариман Бей мемориет векелеріні вепервасыз қалмаған инсанларға тешікірлер білдіре. Кечкен сенеде бізде олды бір қаза. Evimiz yangınға yanıp gitti. Çok sağ olsun bizim cemaat, Kırım Tatar milletimiz, başka nelerde tanışlarımız, dostlarımız hepsi yardım yaptılar. Çok sağ olsun bana bizim администрация Симферопольского района. Олар да бек бізге шынды мына ярдым көстережеклер, қызмет етсе, бар де өзіміздің елімізге
көчүп кечежекмиз. Планлаштырыла ки бір хачайдан сон Асановлар айлысы Янны Евге өмір көрежек. София Шукурова, Рамазан Аливапов, Миллет үчүн. Түркияде Анкара шерінде Русия элчханесі ерлешкен қар яғды соқағында Русия Федерациясының элчісі Андрей Карловның ады берілді. О атып өлдіру нәтижесінде әлек олды. Эвел Түркия акимиетінің соқаққа Карловның адыны бермек ниетіні Түркияның тыш ішлер назирі Мевлю Чавуш оғылы білдірген еді. Қатырлатамыз, Андрей Карлов декабрдің 19-ына фотосергі açылуында атып өлдірілген еді. Русияның тыш ішлер назирлігі бұны теракт деп адлады. Владимир Путиннің әмірі еле Андрей Карловға өлімден сон Русия қараманы унманы берілді. Ахмеджитте yollarının тахменен 30.000 квадрат метрінде чуқур тамиры кечірілмесі планлаштырыла. Бұл уақытта Қырым Жұмхуриет елбашчысы Сергей Аксенов, Қырым Жұмхуриет нақлие назирі Анатолий Волков ве Ахмеджит мемуриетінің елбашчысы Геннадий Бахарев ile іш көрішуі вақытында сөз үрсетті. Сергей Аксенов пайтақтың мерkezini нүміневе япмаға ве қачырылған эпосы нұқсанлықларыны yok etmеге авале етті. Подрядчик сам должен мониторить ситуацию, разбрались, то есть в данном случае осуществлять строительство или ремонт этой дороги, то есть и, соответственно, выезжать и ликвидировать последствия в случае образования таковых. Если подрядчики не выполняют, правоохранительные органы по полной программе, то есть в данном случае. Все остальные моменты, вот с учетом новой технологии, которая, это будет после приобретения машин, вы должны график составить, то есть и понимать, как выезжают, как часто, сколько стоит, то есть квадратный метр, в данном случае ликвидации и так далее. План для себя делать, сколько эксплуатироваться будет эта латка. То есть мы с вами сейчас говорим о том, что если буду делать отсевом, то это там может быть от 5 дней до 2-3 недель может держаться. Не важно. То есть давайте говорить так, исходя из логики, мы говорим, что каждые 2 недели вам необходимо производить, то есть засыпку или утрамбовку этой ямы, исходя из существующих дорожных технологий. Шер мемуриетінің башы Геннадий Бахарев қайдетті ке құруды шіркетке планлаштырылған смета параларından тек 60% төленді. Қалған параларны олар эпосы ішлер кейфиетлі бежерілген сон әлде етежеклер. Мэр әмді қайдетті ке Ахмеджитте yol ортысы бұзылымның харитасы кенеде жанландырылды. Мы, пользуясь опять-таки случаем, обращаясь к симферопольцам, мы возобновили работу, то, что мы делали в прошлом году, создали электронную карту ям на территории города. Всем, кто заинтересован, прошу, 1563 это круглосуточная служба наша, которая принимает заявки в части нахождения и территориальной привязки ямы. У нас есть сайт, электронная приемная, все то же самое, что мы делали и в прошлом году. У нас есть электронная карта, вы звоните туда. Мы отвечаем ее, и как только мы ее делаем, зеленым мы ее потом из красного перекрашиваем в зеленый. Таким образом мы с помощью наших жителей боремся совместно с этими ямами. Жанкой районының Тарханлар көйінде yaşаған Халиловлар айлесі белаға оғрады. 3 yaşındaki Эльмира Халиловаға екімлер сақ ве сол көз сыңырларының шышығы деген диагноз қойдылар. Айле мәдде ярдымға мұқтач. Тафсилатлар иле мұхбиріміз Султания Ситакаева. Эльмираның анасы Зера ханым айтқанына көре, олар қысчықның хасталығы аққында кечкен сененің сентябрь айында білділер. Эльмираның бабасы сақат олғанына бақмадан, о қызынен берабер екімлерінің консультациясыны алмағы үшін Москваға барды. Тедавиленов бүтін бедава кечіріле. Тек ел парасы үшін малие етішмей. Сначала забеспокоила, что... Башта көзлері шышып башлады. Біз Жанкой хастаханесіне бардық. Олар бізні Ахмеджитке yolладылар. Мында есе кой сынырының шышығы диагнозы қойылды. Көз сынырының шышығы бұл көз хасталығы. О көз сынырларында шышық келе белгілене. Мутехассислар айтқанына көре, бойле хасталық балаларда сық раст келе. Кечік Эльмира хаста олғанына бақмадан пек файл қысчық. О китапларны сайфелемеге ве телевизор бақмаға пек севе. Ребенок активный. Эльмира пек файл қысчық. Бір ерде отырмай. Химиотерапиядан сон о пек назлы олды. Малие тарафтан қиынлықлар пейда ола. Достларымыз ве яқынларымыз ярдым берелер. Башқа инсанлар да ярдым берселер пек яқшы олар еді. Бу айленің белясына первасыз қалмаған инсанлар, қомшылар ве яқын инсанлар бірден ярдым етіп башладылар. Халиловларының қомшысы Гүлнара Аблялимова қызның хасталығы аққында білген сон пара топламақ үшін бүтін таныш білешлерге мұраджат етті. Мы решили хотя бы финансово. Біз малие тарафтан ярдым етмеге қарар алдық. Көйлерде вазиетні аңлатып пара топладық. Тедавиленов бедава кече, ама Москваға бармаға пара етішмей. Яқшы олар едеке инсанлар ярдым етсе.
Бу хасталыктан тедавиленмек үчүн 50-ден зияде химиотерапия кечирмек керек. Шымды Кызчык Титова адына балалар хастаханесинде химиотерапия курсыны кечи. Февраль айында оны кенеде Москвага алып кетмек керек. Айле бу дешетле хасталыкнен өзү көрүшүп олмай. Onun үчүн бу баланын ана бабасы первасыз калмаган инсанларга муражатнен булынып ярдым сорайлар. Пара йолламак үчүн бөле реквизитлер бериле. Султания Ситакаева, Ибраим Ганиев, Миллет үчүн. Дөньяның чешет күшелерінде хари акциялар кет-кеті аятның нормаль шекеліне чеверіле. Бізім Cumhuriyetімізде истесна дегел. Соңки вақытлары Қырымда ихтияч олған инсанларға ярдым қолыны uzatқанларының сайысы артмақта. Чешет тешкилатлар ве вақыфлар пейда ола. Қырым мұсылманларының хайрия фонды олардан бірісідір. Оның фаалиеті черчевесінде ве Қырым муфтияты ярдымы еле ер-йылы кечірілген мерхаметлік акциясы омырге кечіріле. Ислам дининде хайрия ишлер ве мераметлик кыйметлер системасынын мерkezinde ерлеши. Бу акта мукаддес Куран китабында сөз юрсетиле. Агыр ве имкансыз хаста олган баланын зорлукларына бакмага, onun көзлеринде ярдым этiniz, яшамага истейм деген ялварууну окумага Аллах көстермесин. Чокусу заман ана бабалар эвлядынын паалы тедавиленивini одеп оламайлар. Bundan son олар хорланып пара топлап башлайлар. Мераметлик адлы акция тамам бойле инсанларга ярдым эте. Чалышып башлагандан берли 8 yıl devamında 11 milyondan ziyade ruble toplandı ve muhtaçlarga dargatıldı. 720 insanға yardım etildi. Gelecekte böyle merhametlik kutularını dükkanlarga, camilerge ve çok insanlar toplangan yerlerge koymağa devam etemiz ve elbette milletimizin desteğiyle daha çok insanlarga yardım göstermege niyetimiz var. Kaydetmek gerek ki para toplanılgan hayriye kutuları Kırım Musulmanları Dini İdaresi ve Kırım Musulmanları Hayriye Vakıfı'nın logotipleri ile belgilengen. Bütün toplangan maliye muhtaç ve hasta olgan insanlar arasında dargatıla. Teşekkür bildirmek isteyeyim çünkü milletimiz böyle bir atik ve elbette bütün bizim muhtaçlarımızga ellerini uzatıp yardım etmeye tırışalar ve onların uzatkan yardımlarının biz bütün bu insanlara yardım etmeye çaremiz oldu. Muhtaç olgan insanlar azca olsun ama olgan insanlar, öyle muhtaç insanlara elbette yardım etmeye devam edeceğiz. Fondunun vekilleri hayriye kutularını öz dükkanlarına almak istegen ticari noktalarının sahipleriyle işbirlikte hazırlar. Tafsilatlı malumatını rayonun baş imamlarından almak mümkün. Zakat berip hasta, fuqari, ihtiyar ve yardımga muhtaç insanlarga yardım edip biz sevap kazanamız. Merhametli olmak hoş duygularını yarata. Çünkü iyi işler becersen Allah'tan ziyadesinden kaytar. Deyler bizim hikmetli kartlarımız. Ayşe Şulakova, Ömer Mustafaev, Millet üçün. Яңы ел тәтілінден соң яңы иш аптасы башланды. Балалар бала бақчаларына ве мектеплерге бүйіклер есе ішке қатына башладылар. Ләкин ава бірден деңішкені себебінден инсанларның чоқысы сұвықланалар. Тамам бойлы инсанлар топланған ерлерді вируслар хасталықларының себепчісі ола. Қырымда сұвықлану хасталығының севиесі стабиллешті. Кечкен афта хасталыққа оғрағанларының сайысы 10 кереге артқан еді. Мутехасысларының фикіріне көре хасталықның екінші далғасы ола біле. Сұвықлану хасталығын зарарланмамақ үшін не yapmak керек деген суалге жауапты Султания Меджид біле. Ярмадада суықланув хасталығының бірінші далғасы кеч. Суықланув хасталығы нефес алу филына зарар кетіре. Инсанның sıcағы көтеріле, боғазы ве башы ағыра, көз яш аха, тымақ, өксірік башлана. Бұларының эпосы суықлануының алеметлерідір. Для людей, которых не заболели, значит, правильный образ жизни. Правильный образ жизни. Каждый из нас знает, какие у него слабые места. Да? Один знает, что он работает 12 часов, 13. Другой знает, что он ночную смену. Третий знает, что он переохладился. Значит, нужно будет заниматься собой. Фрукты, овощи в большом количестве, правильный режим питания, правильные физические нагрузки, свежий воздух. Мутехасыслар қайтеткенлеріне көре умумен регионларда вазиет бір. Амма Джумхури көстережеден біраз артқач севие Ахмеджетте, Кезлевте, Керичте ве Бахчисарай районында қайтетілді. Қырым сакинлері бұл қасталыққа ел бермемек үшін ве насыл көрешкенлері ақында ой сырларыны ачтылар. Основное – это укрепить иммунитет и вот еще до того, как заболеешь, пить все витамины. Есть такой хороший комплекс витамины и минералы, и их вот пропью в сентябре. Про это. Если только забыла или там по каким-то обстоятельствам не получилось, все, обязательно приболею. Зарядкой занимаюсь, спортом. Что ж еще может помочь? Поддерживать себя, и никогда не заболеешь ты.
Есть препарат, который надо обязательно 3 дня пить, потому что вирус молоком с горячим, с медом не справить. Кушаем больше чеснока, цитрусовых и много воды пить, жидкости. Мы сами медики, поэтому стараемся не болеть. Экимлер рижа этелер бірінші әлеметлеріні дұғаныңызден өз башымча тедевеленмейіп, мутухасысларға мұражат етмек керек. Чүнки бір адамға ярдым еткен шей башқаға зарар кетіре біле. Кемерде бойлечарелер пневмония, отит, гайморит, ведигер хасталарының себебі ола біле. Лучше обратиться к любому медику. Пусть это будет даже соседка, медсестра, которая немножко разберется. Самое первое, что нужно сделать, это побыть дома, постельный режим. Сложен не сам грипп или вирусная инфекция, сложны осложнения. И если неправильно лечиться, и если неправильно соблюдать, не соблюдать постельный режим. Bunun beraber ORV yani soğuklanып hastalıklarının yanı yüksek noktası olabilir. Ama onun vaktini belgilemek ağır. Kırım Cumhuriyet ve Akyar boyunca Rospotrebnadzor'un region ara idaresinin ekspert mütehassısı Victoria Gut aytkanına göre bu sene epidemiologik derjiyan müddetten evvel geldi. Evvel bu yanvarın başı fevralın sonuydu. Bu hava şaraiti ile bağlı olabilir. Bu sene kış pek soğuk oldu. Султания Меджид, Сабрия Халиляева, Энвер Абразис, Миллет үшін. Спорт хаберлеріне кечеміз. Спорт күреші бойынша Қырым Жұмхуриетінің Федерациясы 2016 сененің yüksek севелі күрешчілеріні белгіледі. Крымский спорт сайтының мәліметіне көре Юнан Рома күреші бойынша ең yüksek муафақиятлерге ерішкен күрешчі Эмин Сефершаев oldu. Эмин Сефершаев Русия спорт ustası Dünya ve Avrupa чемпионы ve diğer zaferlerinin sayыбыдыр. Bunun beraber vatandaşımız Rusiya cima takımının azasıdır. Şimdi ise İlyan'ın tanış olunuz. 2017 sene yanvarının 14'ünde Burçokra kasabasında 44 sanlı mektepinin kapıları bu okul müessesinde çalışmaya istegenler için açılacak. Yanvarının 15'inde ana babalar ve talebeler davet edilir. Bu noktada yayınımız sonuna yetti. Bizim muhbirlerimiz yanı malumatlar üzerinde endi çalışmaktalar. Nevbeteki Rus tilindeki haberlerini meslektaşım Neriman Tarsinova alıp baracak. Olarını kaçırmanız ve tışta kız havası olğanına bakmadan evlerinizde daima sıcak muhit hüküm sürsün. Yarınıға kadar sağlık ne kalınız.